Саламатсыздарбы құрметті оқушылар, мен бүгін сіздерге 6 сыныптың математика сабағының мәтінді есептерді теңдеу құру арқылы шығарту деген тақырыпқа сәйкес есепте шығартатын боламын. Сіздерге кітаптарда 803-ші есепті шығартып көрсететін боламын. Бұл есепте берілген А станциясынан шыққан пойыз Б станциясына 7,8 сағатта жетеді. Егер пойыз жылдамдығын 10 км сағатқа кемітсе, ол осы аралықта 1 сағат 30 минут ұзақ жүреді, яғни осы уақытқа созылады да 1,5 сағатқа созылады бастапқыға қарағанда. А станциясы мен Б станциясының арақашықтығын табыңдар. А станциясы деген мына жерде болса, бұл пойыз бұлай жүріп келді да, мына жерде Б станциясы бар. Осы екеуінің арасындағы арақашықтық X деп алайық. X арақашықтық табуымыз керек. Ол үшін біз бұл жерде салыстырып тұрған, яғни бұлардың жылдамдығын салыстырып көрсетіп жатыр. Соны пайдаланып біз жылдамдықтан салыстыру арқылы теңдеу құруға болады. Яғни жолды уақытқа бөлсек жылдамдық келіп шығады. Бастапқы жылдамдық пен кейінгі жылдамдықты салыстырамыз, яғни теңестіреміз. Бастапқы жылдамдық, яғни осы X жолы, бірінші X жолды 7,8 сағат уақытта жүріп өтеді екен. Яғни X-ті 7,8-ге бөлетін болсақ, жылдамдық келіп шығады. Кейін екіншісінде жылдамдығын 10 км сағатқа кемітіпті. Демек кеміген. Ол тең болу үшін, енді мен қосып аламын. Яғни қосу деп аламын бұл жерде. Яғни тең болу үшін. Бірақ кемігенде бір-екі нәрселер өзгерді. 10 км сағатқа кемітті жылдамдығын, уақыт ұзарды. Яғни 1,5 сағатқа ұзарды. Демек X өзі бойынша жол астында, яғни 1,5 сағат дегеніміз, 1 сағат 30 минут дегеніміз 1,5 сағат қой. 1 сағат 60-тан 30 дейміз, ол қысқаратта 1,2-ден 1 болады, ол 1,5 болады. 1,5 қосылған 7,18, яғни 7,18-ге 1,5 сағат қосылды деп өздері айтып тұр берілген шартында. Қосан 1,5. Енді ортақ бөлімге келтіріп, екі жағында бөлшек түріне келтіріп ала саламыз. 7,8 ден X тең мына 10-ға ортақ 7,8-ге 1,5-ді қосатын болсақ 9,3 болады мына жерде. 9,3, яғни ортақ бөлім 10-ға да соны береміз, яғни 9,3 деп аламыз. Сол кезде мына жерде 9,3 болады. Мынау 10-ды жоғарыға шығарып жібереміз, яғни ортақ бөлімге келдік. Сол кезде 93 болады ол. 93 қосылған X болады. Енді мына жерден көріп тұрғандарыңдай пропорция әдісін пайдалануға болады, яғни пропорция арқылы есептейміз. X-ті 9,3-ге көбейтеміз. 9,3X тең 7,8-ді 93-ге көбейтеміз. Көбейтіп көреміз, яғни 725 бүтін 10,4 болады. 7,8-ді X-ге көбейтсем, плюс 7,8X болады. 7,8X болды. Енді осы жерден X табу мүмкіншілігіміз бар, яғни 9,3X минус 7,8X тең 725,4. Азайтатын болсақ, жауап шығады 1,5X шығады. Яғни жаңа 7,8-ге 1,5 қосып едік қой. Сол нәрсе қайтадан өзі шығады. 7,8 мен 7,8 кетіп қалады. 1,5 қалып кетеді. Олайша айтқанда, логикалық тұрғыдан айтқанда, негізі 9,3-тен 7,8-ді азайтып отырмыз. 1,5X қалды. Тең 725,4 шығады. Енді X-ті табу үшін 725,4 бөлінген 1,5 болады. X тең, егер бөлетін болсақ, 483 бүтін 6 шығады. Міне жауабы. Құрметті оқушылар, түсінікті болса, келесі есепке өтеміз. Келесі есеп 804-ші есеп. 804-ші есепте шартын оқимын. Ағасы мен інісі мектепке бару үшін үйден бір уақытта шықты.
Агасы 80 метр минутына жылдамдыкпен жүрсе, энеси одан 30 метр минутына кем жылдамдыкпен жүрүп, мектепке агасынан 6 минут кеш келди. Агасы мектепке неше минутта келеді? Яғни, бұл жерде де жаңағы есепке ұқсайтын екен. Яғни, мектептен үйдің ара қашықтығы берілген, мысалы. Осы ара қашықтықты ағасы 1 минутта 80 метр жүреді екен. Інісі одан 30 метр минутына 30 метр кем жүреді екен. Демек 80-ден ағасы 80 минутына 80 метр жүрсе, інісі қанша уақытта жүріп өтеді ол жолды? 1 минутта. Яғни 80-ден 30 азайтсақ 50. Яғни інісі минутына 50 метр жол жүреді екен. Інісі мен ағасы Енесі ағасынан 6 минутқа кеш барды мектепке. Екеуі бір уақытта шыққан, бірақ екеуінің жылдамдығы екі түрлі болғандықтан, бір екіншісінен 6 минутқа кеш барған. Бізден сұрап тұр. Ағасы мектепке неше минутта келді деп сұрап тұр. Мынау А дегеніміз екеуінің үйі болса, мынау М дегеніміз мектеп болсын. Осы ара қашықтық, яғни арасындағы ара қашықтық X деп белгілеп аламыз. Енді қараңдар. Бұл жерде де жаңағы сияқты теңдеу құрып аламыз. Теңдеуді жылдамдыққа сәйкес құрамыз. Уақытқа сәйкес құрайық бұл жерде, себебі жылдамдық берілген. Біз мына жерде жолды X деп белгілеп алдық. Ара қашықтықты жылдамдық берілген, енді уақыт. Яғни бізде уақытпен салыстырып көрсеткен, сондықтан уақыт арқылы теңдеу құруға болады. Яғни X-ті жылдамдыққа бөлсек уақыт келіп шығады. Яғни жолды жылдамдыққа бөлетін болсақ, яғни уақыт келіп шығады. Енді осыны теңестіріп аламыз. Мынау 80-ге бөлген кезде ағасының жүріп өтетін уақыты. Яғни қанша уақытта осы жолды жүріп өтеді, сол шығады. Енді інісі одан 6 минутқа кешікті дейді. Демек 6-ны қосып қоямыз ағасымен тең болу үшін. Інісі кешігіп келді ғой. Кешігіп келген үшін кешіресіздер, азайтамыз. Азайту болады. Яғни інісі кешігіп келгені үшін ағасынан інісінікі X бөлінген 50 болады. Яғни інісі мысалы ағасы 10 минутта келетін болса, інісі 16 минутта келеді деген сөз ғой. Енді екеуі тең болу үшін, мен мынадан інісіден інісі кешігіп келген үшін уақыт көп кетті ғой, көп уақыт болды ғой. Сондықтан мен азайтам бұл жерде. 6-ны азайттым. Мына жерде айтып тұр ғой, 6 минутта кешігіп келді. Сондықтан мен 6-ны азайттым. Сол кезде мына теңдік орындалады. Мына жердегі теңдік орындалады. Түсінікті ғой, Енді осы жерден ортақ бөлімге келтіріп, ана 6-ны жоғарыға шығарып жіберсек болады. 80-нен X тең ортақ бөлім 50 болады. Мына 6-ға да 6-ны 50-ге көбейтеміз. Сол кезде жоғарыға шығуға құқылы болады. Ол минус 300 болады. Енді осы жерден пропорция, яғни көбейтеміз қарама-қарсы мына ішкі және сыртқы мүшелерін. 80-ні X-ға көбейттім. 80X минус 80-ні 300-ге көбейтсем 24.000 болады. 24.000. 50-ні X-ға көбейтсем 50X болады. 50X. Осы жерден X-терді сол жаққа өткізем. 80X-тен 50X азайтады. 30X қалады. Сол жақта. Оң жаққа 24.000 өтеді. 24.000. Енді X тең 24.000-ны 30-ға бөлем. Сол кезде қанша шығады? 800 шығады. Яғни үйден мектепке дейін, яғни 800 метр екен да. Түсіндіңдер ғой, үйден мектепке дейін 800 метр екен. Енді бізден сұрап тұр. Ағасы осы жолды мектепке неше минутта барады? Ағасы 1 минутта 80 метр жол жүреді. Демек 800 метрді қанша уақыт жүретінін білу үшін жолды жылдамдыққа бөлеміз. 80 тең, сонда уақыт шығады. 10 минутта. Демек жауабы 10 минут. Інісінде тауып көрейік. 80-ді бөлеміз 50-ге тең. 80-ді 50-ге бөлсек 10, ар жағында 300, 16 минут. Яғни айтылғаны бойынша жаңа айтты ғой. Бірі екіншісінен 6 минутқа кешігіп келеді деді. Яғни 10 мен 16-ның арасындағы айырмашылық 6 болу керек. Дұрыс, яғни есебіміз дұрыс шықты. Түсінікті болса келесі есепке көшеміз. Келесі есеп 806 есеп. 806 есеп.
Бұл есептің шарты, яғни әрқайсысының ұзындығы 4 сантиметрге тең 18 дана таяқша бар екен. Қараңдар. Тік төртбұрыш құрастырылды, яғни осы 18 дана таяқшадан тік төртбұрыш құрастырылды, осы тік төртбұрыштың ең үлкен ауданын табыңдар дейді. Яғни шартында айтып тұрған 4 сантиметрлік, бір данасы 4 сантиметр екен. Міне, бір дана таяқшаның ұзындығы 4 сантиметр екен. Осындайдан 18 данасы бар екен. Түсініп тұрсыңдар ғой, 18 дана таяқша бар екен. Осы таяқшаларды пайдаланып, тік төртбұрыш құрастырылды дейді. Тік төртбұрыш. Көз алдыңнан келді ғой, мысалы, бір қабырғасы енін бір дана таяқшадан екі ені бір-бірден, мысалы, мына жерде бір-бірден болса, екеу кетті ғой 18-ден. Қалған 16-сы мына жаққа мына жаққа кетіп береді. 16-ның 8-і мына жаққа, 8-і мына жаққа кетіп береді. Түсінікті ғой. Дәл осылай ең үлкен аудан болатындай тік төртбұрыш табу керек. Яғни ұзындығы мен енін біз көрсетіп беруіміз керек. Мына жерде бір дана таяқша мен 8 таяқша дейді. Бір таяқшамыз, яғни 4 сантиметрге тең. 8 таяқшамыз, яғни 8-ді 4-ге көбейтетін болсақ, 32 сантиметрге тең. Енді дәл осылай салыстырып шығамыз. Яғни қанша түрі бар, соны анықтаймыз. Яғни бірінші еніне бір дана таяқша қоямыз, қалған екінші ұзындығына 8 таяқша қойдық. Сонда бірге 8 қосып 19, мына жақта да дәл солай 19 бар, екеуін қоссақ 18. Яғни 18-дің барлығы қолдану керек. Тік төртбұрыш болу шарт. Демек, бірінші жағдай, біз 2-3 жағдайды қарастырып, соны салыстырып шығарту керек. Бірінші жағдайда қараңдар. 8 таяқшамыз 4 сантиметрден қанша болады? Әлбетте 32. 32-ні көбейтем, ауданын табатын формула, яғни S тең A көбейген B еді. A дегеніміз ұзындығы, B дегеніміз ені. Демек, ұзындығы 32, ені, яғни бір таяқша 4 сантиметр. 32-ні 4-ке көбейтсек, қанша шығады? 32-ні 4-ке көбейтсек, 128 сантиметр квадрат болады. Дұрыс па? Енді екінші жағдайын қарастырамыз. Екінші жағдайда мына ұзындығыны бір таяқшаға азайтамыз, енін тағы бір таяқша қосамыз. Сонда ұзындығы бір таяқшаға азайса 7 болады, ені 2 таяқша болады. 7 таяқшаны 4-ке көбейтсек 28, яғни бір таяқшаның ұзындығы 4 сантиметр ғой, сол ғой. 2 таяқшамыз 8, 28-ді 8-ге көбейтеміз. Қанша шығады? Яғни 224 сантиметр квадрат шықты. Келесі үшінші жағдайын қарастырамыз. Үшінші жағдайда жаңағы сияқты тағы ұзындығы бір таяқшаға кемейді. Ұзындығы бір таяқшаға кемсе, яғни 28-ден 24-ке түседі. Яғни 4 сантиметрға азаймады ғой. Бір таяқшамыз 4 сантиметрға тең. Ал ені бір таяқшаға көбейеді. Яғни бір таяқша дегеніміз 4 сантиметр. 8-ге 4 қосылады деген сөз. Сонда 12 болады. 24-ті 12-ге көбейтсек 288 сантиметр квадрат. Ал төртіншісі 24, яғни жаңағыдай бір таяқшаға азайды. Ол дегеніміз 20 сантиметр болады. 12 бір таяқшаға көбейді. Ол 16 болады. 20-ны 16-ға көбейтсем 320 болады. 320 сантиметр квадрат. Бесінші жағдайы қарастырамыз. Яғни ені 20 сантиметрлік болды барлық таяқша. Онан 4 сантиметр азайтсам 16 болады. Яғни бір таяқша. Мынаған бір таяқша қоссам 20 болады. Яғни 4 сантиметр қосылады. Демек, көрдіңдер ме? 16 мен 20 тағы келіп шықты. Енді 320 болады. Енді артқа қайтады. Мынау кеміп келіп, яғни 4-ке кеміп келіп тағын. Яғни қабырғасы өзгереді да, енді бұлайына түседі да, енді. Түсінікті ғой, е? Үлкендер жаңа бұлайына түсіп еді ғой. Енді солардың орны өзгерді тек қана. Есептеу кезінде де. Ені мен ұзындығының орны өзгеріп жатыр. Енді болды. Демек, осы 4 жағдайды ғана қарастыра аламыз. Қалғаны осы нәрсе қайталанады. Тек қана 16-20, 12-24, 8-28 болып орны өзгеріп түсе береді. Осының ішінде ең үлкенін қарастырамыз. 128, 224, 288, 320 ең үлкені.
Sonda ең үлкен ауданы 320 сантиметр квадрат екен. Жауабы 320 сантиметр квадрат. Түсінікті ойы. Түсінікті болса келесі есепке қараймыз. Келесі мәтінде есебіміз мына шығатылмай қалып кеткен. Яғни мына есеп. 817 есеп. 817 есепте домбыра үйірмесіне қатысуға тілек білдірушілердің 5-тен 3-і домбыра тарта біледі. Қалғандары домбыра тарта білмейді. Бір апта ішінде домбыра тарта білмейтіндердің 6-ы домбыра тартуды үйренгенде үйірмеге қатысушылардың 10% ғана домбыра тарта білмейтін болды. Домбыра үйірмесіне қатысушылардың саны нешеу дейді. Яғни барлық оқушылардың санын анықтауымыз керек. Яғни 5-тен 3-і домбыра тарта біледі. Мына жерге жазып қояйық. 5-тен 3-і домбыра қысқартып жазам, тарта біледі. Ал енді 5-тен 3-і тарта білсе, қанша бөлігі тарта алмайды? Яғни 5-тен 3-і. 5 дана бөліктен 3 бөлігі тартылады. Демек қалып тұрғаны 5-тен 2 дұрыс. 5-тен 2 бөлігі домбыра тарта алмайды. А деп алайын. Ал енді 5-тен 2 бөлігі бір аптадан кейін 6-ы домбыра тартуды үйренгенде үйірмеге қатысушылардың 10% домбыра тарта білмейтін болды дейді. Яғни енді біз мына жерде пайызбен беріп тұрдық. Демек, мына 5-тен 2 дегеніміз барлық домбыра үйірмесіне қатысатын оқушылардың қанша пайызы соны табуымыз керек. Яғни 100% дегеніміз мына 5 бөлікке қарағанда, яғни 100 дегеніміз толық оқушылар ғой. Соны толық оқушыны 5-ке бөліп тұр. Демек, біз 100%-ді да 5-ке бөлеміз. Яғни пайызды да бөлшек түрінде қанша пайызды иеленіп тұр 5-тен 2 деген. Соны табуымыз керек қой. 100-ді 5-ке бөлдім, 20 шықты. Яғни 5-тен 1 бөлігі, яғни 5-тен 1 дана бөлігі 20%-ға тең екен. Түсініп аламыз осы жерден 5-тен 1 бөлігі. Енді 5-тен 2 бөлігі қанша пайыз болады? 40% болады. Яғни 40%. 40%. 5-тен 2 бөлігі 40% болады. Енді бізге айтып тұр. 6-ы домбыра тартуды үйренді. 6-ы домбыра тартуды үйренді. Сол кезде 10% ғана домбыра тарта алмайды. Басында 40% домбыра тарта алмай тұр еді. Яғни 5-тен 2 бөлігі дегеніміз 40% екен. Яғни бөлігі бойынша пайыз табуды көргенбіз біз. 5-тен 2 бөлігі 40% екенді біліп алдық. Енді 6-ы үйренген кезде 10% қалды дейді. Демек 40%-дан 10%-ды азайтсақ қанша шығады? 30% шығады. Демек 30%-ы қанша оқушы екен? 6. Яғни 6-ы домбыра тартуды білген кезде 40-тан 10-ға түсіп кетті ғой. Яғни 30%-ға кемейіп кетті. Демек 6-ы 30% екен. Осы жерден енді теңдеу құруға келеміз. 6-ы қанша пайыз екен? 30% екен. Енді біз табуымыз керек, яғни толық оқушыны. Толық оқушыны, яғни мына 6-ы 30% оқушы. Енді толық оқушыны біз қанша пайыз дейміз? 100% дейміз. Енді осы жерден пропорция құрастырып аламыз. Тура пропорционалдық, яғни біреу өскен кезде екіншісі де өседі бұл жерде. Дәл осы жерден 6-дан x дәл осы нәрсені аламыз, тек қана ортасына тең қоямыз. 30 жоғарыда, 100 төменде. Көбейтеміз. 100-ді 6-ға көбейттім, 600 тең. Мына 2-ні көбейтінсе, мына x пен 30-ның көбейтінсіне тең болады. Ішкі мүшелермен, сыртқы мүшелермен, яғни ортаңғы мүшелермен көбейтінсе тең деген ереже бар. 30 x болды. X табу үшін 600-ді 30-ға бөлем. Сол кезде шығады қанша? 600-ді 30-ға бөлсек 20, әлбетте 20 шығады. Жауабында 20 деген бар. Яғни толық оқушының саны 20 екен. Түсінікті болса, келесі есепке көшеміз. Келесі есеп. 818 есеп, ертедегі есеп дейді. Атасы немересіне 130 жаңғақ беріп, ona жаңғақ саны тең емес 2 үймеге бөлуді тапсырды. 130 жаңғақ беріліпті. Берілген жаңғақтар саны 2 үймеге үйіңдер депті. Тең емес бірақ. Бір жаңғақтың үймесі мына жерде дейік.
Екіншісі енді үлкендеу болады. Біріншісі аз, екіншісі көп болу керек дейді. Яғни айтылуы бойынша. Сонда кіші үймедегі жаңғақтарды 4 еселегенде үлкен үймедегі жаңғақтардан 3 есе кем болу керек. Жаңғақты қалай бөлуге болады деп сұрап тұр. Мен енді бұл жерде теңдеу құру үшін, яғни екі үйменің біреуін мен x деп белгілеп аламын. Мынау бірінші үйме деп алайық, мынау екінші үйме деп алайық. Бірінші үймені мен x деп алсам, бірінші үймені x деп белгілесем, екінші үйме қалай белгіленеді? Яғни 130 минус x болады. Яғни біріншісінде x болса, екеуінің қосындысы 1 мен 2-нің қосындысы 130-ды береді ғой. Енді біріншісі x болса, 130, екіншісі 130 минус x болады да. Яғни барлық санның біріншісін азайтпасақ, екіншісі келіп шығады. Барлық сан 130 болушы еді. Міне, еш қиын жері жоқ. Енді бізге айтып тұр. Енді мына жерде теңестіру келеді. Теңестіру мына жерде айтады. Оны тең емес, яғни жаңғақ сандар тең емес, екі үймеге үйу керек. Жаңғақтар саны тең емес, екі үймеге үй деді. Мына x пен 130 минус x дегеніміз сол екі үйменің белгіленуі. Енді бізге теңестіруді айтады мына жерде. Жаңағы жаңғақтарды біріншісін, яғни біріншісіні 4 еселегенде, яғни 4 көбейту x болады да. Үлкен үймедегі жаңғақтардан 3 есе кем болады. Мына біріншісін 4 есе қылған кезде де, яғни екіншісінен бәрібір 3 есе кем болады дейді. 4x мен тең қойып алайын ортаға. Біріншісін 4 еселеген кезде, екіншісінен соңында да 3 есе аз болады дейді. Яғни екіншісімен тең болу үшін біріншісін тағы 3-ке көбейтуім керек қой енді. 4 еселеген кезде бұл жерде кішкене логиканы қолданып, кішкене ойлану үшін әдейі осылай бір шатастыру, бір тезірек ойланып шығарту үшін осындай бір күрделі қылып берілген. Яғни біріншісін 4 еселеген кезде екіншісінен 3 есе аз болады дейді. 4 есе көбейтесің, соңында да ол 3 есе аз болып тұрады. Демек, бұны 3-ке көбейтіп жібереміз, сол кезде екеуі тең болады. Енді осы жерден x тауып аламыз да, әрбір үйінде қанша дана жаңғақ бар екенін біліп аламыз. Ал кеттік. 3-те 4-ке көбейттім, 12x тең 130 минус x болады. Мына минус x-ті сол жаққа өткізем, 13x болады, сонда анаған қосылып 130 болады. Енді көріп тұрсыңдар ғой, сол жерден x тең 10 шығатын, яғни 130-ды 13-ке бөлем. X-іміз 10 шықты. Енді бірінші үйінде қанша болыпты? 10 дана жаңғақ болды. Екінші үймеде қанша болыпты? 120 дана. Енді тексеріп көреміз жаңа айтқан. Біріншісін 4 есе көбейткенде, біріншісін 4 есе көбейтсек 40 болады. Енді ол соңында да, яғни екіншісінен 3 есе аз дейді. Яғни 3 есе аз. 3-ке көбейткен кезде 120 болады. Яғни дұрыс екен, біздің құрып шығарған теңдеуіміз дұрыс екен. Түсінікті ғой, иә? Бүгінгі тақырып негізі 2-3 күннен бері қайталанып жатқан тақырыптардың ішінен бұл. Ал енді сендерге өзіндік жұмыс беремін. 819 есепті орындайтын боласыңдар. Бұл есеп өте керемет бір демалатын есеп. Бұл есепті орындау барысында бір кішкене демалып аласыңдар. Осы есепті кім шығарса, ол шынайы демалыстың не екенін біледі. Рахаттануы. Яғни есеп шығарған кезде рахаттануы. Мен біріншісін көрсетемін, сендер екіншісін орындайсыңдар. Біріншісін қалай орындаймыз? Бұл жерде теңдеудің ең астынан мына сатылы теңдеу деп айтылады. Бұл жерде сатылы есеп. Яғни мына сатылардың ең астынан бастаймыз. Ең астынан өзі қай жерден басталады ол? Мына жерден бастап орындайсыңдар. Осының жауабын шығарамыз бірінші. Сосын осыдан шыққан жауапты осы жерге орнына жазамыз. Мынаны орындаймыз. Екіншісін орындаймыз. Одан шыққан жауапты астына, 5-дің астына жазамыз да, мына есепті орындаймыз. Сол кезде теңдік шығады, яғни x-іміздің жауабы шығады. Түсінікті ғой, ал кеттік. Мына біріншісі, мына бірінші дөңгелектің ішін орындап алайық. Бірінші дөңгелектің ішін орындау үшін мына жақтан бастайын. 1 плюс 1 қосылған x үстінде 5 тең. Яғни ортақ бөлімге келтірем. Сол кезде мына 1-дің төбесіне 1 плюс x деген кетеді. Яғни мынаның ортақ бөлімі бар ғой, бөлім болып. Сол кезде мынау астында 1 плюс x болады, жоғарында 1 плюс x барады. Себебі мынаның жоғарына 1 плюс x дегенді көбейтеміз. Сонда ортақ бөлім болады. 1 қосылған x қосылған 5 болады. Бұның енді жауабын шығарамыз. Ықшамдаймыз. 1 плюс x 1-ге 5 қосылады 6 болады, қосылған x болады.
1 плюс x астында 6 плюс x үстінде болады. Яғни мынаның біріншісін шығардық, енді екіншісін орындаймыз. Яғни мынаны орындаймыз. Оны қалай орындаймыз? Яғни 1 қосылған 4 астында енді мына сан жазылады. Яғни астындағы ықшамдар мына санға келтіріп қой. 6 плюс x бөлінген 1 плюс x. Бұл жерде де сатылы бөлшек пайда болды. Енді бұны оқушылар мен сіздерге бір кішкене жеңілдеу жолын үйретемін. 1 қосылған, мына теңнің тұсында тұрған бөлшек бар ғой, сол бөлшектің үстіндегісін жазып аламыз. 4 дейміз. Енді мына бөлшекті біз бөлу белгісімен алмастырамыз. Баяғыда айтқанымыз ғой, бөлшектен бөлу деген екеуі бір амал, яғни тең деп. Сондықтан мына бөлшектің орнына мен бөлу амалын қоямын. Оның пайдасын қазір көреміз. Бөлу амалын қоямын да мына сандарды жазамын астындағын. Яғни 4-ті бөліп тұр мына астындағы сан. Демек 6 плюс x 1 плюс x. Бұл жерден байқап тұрсаңдар, яғни бөлу көбейтуге айналып тағын оңайлап кетеді біздің жұмысымыз. 1 қосылған 4 көбейген. Енді орны ауысады, көбейтуге айналдырып жатырмын. Байқап тұрсыңдар ғой, бөлу көбейтуге айналған кезде астындағы бөліміндегі үстіне шығады 1 плюс x болып, үстіндегі, яғни алымындағы астына түседі 6 плюс x болып. Ал енді тең қойып астына түсем. 1 қосылған, ана 4 жоғарыға көбейту болып шығып кетеді. Астымен қысқаратын болса қысқартамыз, бұл жерде қысқармайды. Мына 6-мен қысқартып жүрмеңдер, ол қате болады. Яғни 6 плюс x-қа қысқару керек. Бұл жерде қысқара алмайды, жоғарыға көбейту болып шығып кетеді. Астында 6 плюс x, үстінде әр біреуі 4-ті көбейеді. Көпшілік осы жерде қателеседі. 4-ті 1-ге көбейтемін. 4 қосылған 4 тағы x-қа көбейеді. Себеп екеуіне көбейеді. Жоғарыда көбею керек болған екеуі бар. Бір емес ол жерде. Бір сан жазылса, ол біреуіне көбейеді. Бұл жерде екеуі жазылған. Ортада амалдар қосу, азайту болған кезде жеке-жеке көбейеді. 4x болады. Енді бұл қай жерден мына бірге қосып, ортақ бөлім беріп, жаңа бірінші орындаған секілді бірге ортақ бөлім береміз да, қосып жоғарыға шығарып жібереміз. Яғни 6 плюс x деген ортақ бөлім болады. Бұл екеуіне де мына екіншісінің бөліміне қарап ортақ бөлім бердім мен. Төменге түсейін. 6 плюс x деймін. Мынау 6 плюс x бөлінген 6 плюс x болады. Ол екеуі бір-біріне бөлінеді, бір шығады. Мына бірді түрлендіріп жатырмыз. Сонда 6 плюс x деген екеуі де ортақ бөлімге келген үшін мен біреуін 6 плюс x деп бір данасын жазамын ортақ бөлім. Жоғарыдағы 6 плюс x қосылған, ортадағы мына қосу 4 плюс 4x деп аламын. Енді ықшамдар жазамын. Астында 6 плюс x, үстінде 6-ға 4 қостым 10, x-ға 4x қостым 5x. Енді көрдіңдер, бұл мынау, яғни үлкен шеңбердің ішіндегінің жауабы. Енді мына 2 тең 5 бөлінген 10 қосылған 5x бөлінген 6x. Яғни мына астына осы нәрсені қоямын 5-дің астына. Енді осы жерден жаңа айтылған бойынша негіз мен теңдікті жазып көрсеттім. Енді осы жерден мына 5 бар ғой. Мына жерге бөліп жазайыншы. 2 тең 5-ті жаңа айтқандай 5-дің астындағы бөлшек сызықты бөлу деп аламыз. 5. Осы теңнің тұсында болғандарды жазамыз. Ескеріп алыңдар. Бөлу деп ауыстыру кезінде осы. Енді 10 қосылған 5x дедім. 6 плюс x дедім. Енді 2 тең 5 көбейген, орын ауысады ғой, біліп тұрсыңдар, 6 плюс x. 10 плюс 5x. 2 тең, мына тең деп кетіп қала алмаймыз, сондықтан мен бұлай бөлек-бөлек жазып отырмын. 5 енді астымен қысқартуға болады, жоғарымен көбейтуге болады. Астында қысқарту жолы бар негізі. Қалай қысқарады? Ортақ бөлім екеуінде де 5 бар. Егер қарап байқап тұрған болсаңдар, 5-ті ортақ бөлім ретінде шығаратын болсақ, екеуге де бөлек-бөлек бөлінеді, яғни 10-ды 5-ке бөлеміз, 5-ті 5-ке бөлеміз, сонда 2 қосу x деген қалады. Мен ол жерде 10 орындасақ та болады, жоғарыға көбейту ретінде шығарып жіберсек те болады. Мен жоғарыға көбейту ретінде шығарып та салайын, яғни мына жерде сендер шатасып кетпеу үшін 30 қосылған 5x астында 10 қосылған 5x. Осы жерде қысқарту пайда болады, яғни жаңа мен астына қысқартпаған үшін, енді осы жерден де қысқартып тастау болады. Яғни 30 мен 5-ті екеуі де ортақ көбейткіштері бар, ортақ бөлушілері бар, яғни ол көбейткіш болып жақшаның сыртына шығаруға болады. Екеуі де 5 деп жақшаның сыртына шығарып тастасақ болады. Мен мына жерде орын тапшы болғандықтан көрсете салайыншы. 2 тең
Мына 30-дың ішінде 5-ке бөлінеді. Мына 5-imiz de 5-ке бөлінеді. Сондықтан 5-ті мен жақшаның сыртына шығарамын. 30-ды 5-ке бөлсем, жақшаның ішінде 6 қалады. 5-ті 5-ке бөлсем 1 қалады, яғни x қалады. Жақшаны ассам, қайтадан 30 плюс 5x деген қалады. Түсіндіңдер ғой, тек қана бұл жердегі жаңалық сол. Енді астына жазам. Бұл жерде де дәл солай 5 жақшаның сыртына шығады. 5 көбейту болып, 10-ны 5-ке бөлсем 2, 5-ті 5-ке бөлсем 1, яғни x болады. Екеуінде де 5 көбейтінді болып жақшаның сыртына шықты. Енді бұл жерде көбейтінді, бірдей көбейтіндері қысқартып жіберуге болады. 5 пен 5 қысқарады. Екеуінің орнында 1 қалып кетеді. Енді мен осы нәрсені жоғарыға жаза салайыншы сендерге. Қолайлы болатын болса. Түсінікпісіңдер ғой, жоғарыға жазам. Енді пропорция болады. Пропорция, яғни 2-нің астында 1 бар деп қарастырыңдар. Қиналып кетпеу үшін. Яғни 2 бөлінген астында 1 бар. Енді мына жақта 6 плюс x деген қалды. Ана 1 деген 1-ге көбейсе бәрібір сол жауап шығады ғой. 2 плюс x деген қалды. Енді пропорция болғандықтан мына 2-ге көбейеді, сосын мына 2-ге көбейеді. 6-ны 1-ге көбейттім 6, қосылған 1-ді 1-ге көбейттім 1, тең 2-ні 2-ге көбейттім 4, x-ті 2-ге көбейттім 2x плюс. Ал енді теңдікті қойдым, 2x оң жақта қала берсін. 6-ға 1-ді қостым 4, 5, 7 болды. 7-ден мына 4 азаяды, яғни мына жаққа минус болып өтеді. 7-ден 4-ті азайтсам 3. Енді x-ті табу үшін 3-ті 2-ге бөлем. 3 бөлінген 2. Бұл дегеніміз x тең 1,5. Ал енді қалғандарында дәл осылай өздерің есептеп шығарыңдар. Түсінбеген жерлерің болса, мына видеоны қайтарып көруіңе болады. Яғни жауабы 819 біріншісі. Бірінші есепте кешіресіздер оқушылар, мына жерде мен бір деп кетіппін ғой. 6 плюс 1 емес, 6 плюс x екен ғой. 6 плюс x. Сонда 6 плюс x болады мына жер. Кейін мына жағы уже қате болып кетеді. Дәл осы жерден дұрыстап аламыз. Яғни 2x-ға мына x-ті өткіземіз. 2x минус x болады. 6 плюс 4 болады. Сонда 6-ға 4-ті қос. 6 минус 4 болады. Кешіресіздер тағы. 6 минус 4 болады. 6-дан 4-ті азайтсам 2. 2x-тен 1x азайтсам x тең 2 болады. Жауабы яғни 2. Тексеп көруге болады. Кейінгі 2 есепті сендерде дәл осылай шығарыңдар. Көрдіңдер ғой, осылай бір керемет есептер бар негізі.